Баршаңызға сәлем. Қазіргі таңда актуальды тақырыптардың бірі жүрек аурулары, солардың ішіндегі миокард инфаркт ауруы. Миокард инфаркт ауруын айтпастан бұрын, жүрек организмдегі барлық органдарға оттегі, қоректік заттарды қамтамасыз етіп, қан тамыры арқылы айдап отыратын жалғыз орган. Сол сияқты жүректің де өз-өзін оттегі мен қоректік заттармен қамтамасыз етіп отыратын тәждік, яғни коронарлы артериясы бар. Осы артерияларда өзгерістердің болуынан жүрек аурулары пайда болады. Солардың бірі миокард инфаркт ауруы. Миокард инфаркт ауруы дегеніміз коронарлы артерияларда кедергілердің болуынан жүрек бұлшықеттеріне оттегі, қоректік заттардың жетіспеушілігінен пайда болатын жүректің ишемиялық ауруы. Көбінесе бұл аурумен жиі ер адамдар және егде жастағы кісілер ауырады. Миокард инфаркт ауруының себебі коронарлы артерияның атеросклерозы. Атеросклероз деп отырғанымыз коронарлы артерияға майдың жиналуын айтамыз. Және де тромбоздың салдарынан коронарлы артерияның бітелуі. Тромбоз деп отырғанымыз қанның үю процесіне қатысатын қанның формалық элементтері тромбоциттердің жиналуынан және олардың бірігуінен қан тамырдың бітелуін айтамыз. Осындай кедергілердің болуымен қатар адамда эмоциональды жағдайда, мысалы, кез келген бір стресс болған жағдайда адреналиннің жоғарылауынан, артериялық қан қысымының көтерілуі, ауыр дене қызметінен кейін жүрек бұлшықеттеріне оттегіге қажеттілігі жоғарылайды. Соның әсерінен қантамыр түйілуі болады. Қантамырдың түйілуінен қантамыр бойындағы кедергілердің әсерінен жүрек бұлшықетіне ауа жетіспейді. Миокард инфаркт ауруының клиникасы және олардың симптомдары. Жалпы миокард инфарктың дамуына қарай бірнеше түрлерін бөліп қарастырамыз. Біріншісі ангинозды түрі. Ангинозды түрі деп отырғанымыз оның ауырсынуымен көрінетін белгілері. Яғни жүрек, төс тұсының ауырсынуы, кеуде тұсының ашытып күйдіргендей, сол қолға, сол иыққа, сол жауырынға, сол жақ мойынға жалпы ауырсынудың берілуі осылай ангинозды түрі, миокард инфарктың түрі басталады. Ұстама кезінде науқасты өлім үрейі билеп, жалпы науқастан салқын тер басады. Екінші астмалық түрі. Ол бірнеше жүрегінде майда постинфаркттік тыртығы бар, яғни бұрыннан жүрегі анда-санда шаншып, ауырсынып жүретін, бірақ мән бермейтін көбіне қарт адамдарда кездеседі. Науқас ентігіп ортопноя күйінде отырады. Яғни ортопноя деп отырғанымыз отыруға мәжбүр болады. Себебі жатқан кезде науқасқа ауа жетіспейді. Өкпеде сырылдар пайда болады. Бұл астмалық түрі өте ауыр болғандықтан ауыр жағдайға өлімге әкеледі. Үшінші аритмиялық түрі. Бұл кезде ритмнің бұзылысынан, жүректің өткізгіштік жүйесінің бұзылысынан пайда болады. Қан тамырлардағы тромбтың бітеуіне байланысты жүрек бұлшықетінің оттегіге бармай, жүрек бұлшықеттері өлеуеттеніп, некрозға ұшырайды. Мысалы, адамға оттегі қалай керек болса, органдарға да жүрек бұлшықетіне де солай оттегі қажет. Оттегі келмесе, жүрек бұлшықеті жасушасы өледі. Содан сол аймақтың қызметі бұзылады. Жүрек бұлшықетінің өлеуеттенуі болса, жүректен қанның айдалуы бұзылып, басқа органдарға да оттегі баруы азаяды. Осылай организм зардап шегіп, өлім жағдайына әкелуі мүмкін. Келесі абдоминальды түрі. Абдоминальды деп отырғанымыз бұл құрсақтық деген мағынаны білдіреді. Бұл кезде науқас асқазан, ішек, онекелі ішек, ұйқы безінің, кіндіктің ауырсынуына шағымданады. Жүрек ауырсынуы кейде солай іш қуысындағы ағзаларға беріледі. Осыны шатастырып алмау қажет. Жалпы біздің практикамызда осы абдоминальды түрі кездескен науқас үнемі іштің, құрсақтың ауырсынуына, жүрегінің айнуына шағымдана берген. Негізі ол жүрегінің ауырсыну болған, ешқандай да асқазанның ауырсыну емес, тек қана жүректің миокард инфаркт сол асқазанға қарай ауырсыну беріле берген. Осындай жағдайда шатастырып алмау қажет. Келесі түрі коллапстық түрі. Коллапс дегеніміз артериялық қан қысымның бірден төмендеуінен қан тамырлардың босап кеңеюін айтамыз. Жалпы қан тамыр кеңеюінен қан тамыр бойындағы қанның да ағуы баяу болады. Жүректе ишемия пайда болады. Келесі түрі симптомсыз мылқау түрі деп аталынады. Жүрек тұсында ешқандай ауырсыну болмайды.
тек температураның жоғарылауы ОРВИдің симптомдарына байланысты көріністер пайда болады. Яғни науқаста жаңағы өзін суықтаумен шатастырып, бұл жағдайға мән бермейді. Жалпы миокард инфаркт ауруын дәлелдейтін нақты клиникалық көріністер олар бірінші ангинальды, яғни ауырсыну болуы, кеуде тұсында науқаста ауырсынудың болуы, және де ЭКГ-да өзгерістердің болуы, некроздың болуы, яғни осы миокард инфарктын дәлелдейді. Және сонымен қатар температураның жоғарылауы, нейтрофильді лейкоцитоздың болуы, ЭТЖ-ның жоғарылауы, бұлардың барлығы жалпы осы миокард инфаркттың болуын дәлелдейді. Сонымен қатар жүрек бұлшықеттерінің өлеуіттенуін, яғни некроздың дамуын көрсететін ферменттер бар. Жүректің өлеуіттенген бұлшықеттерінен бөлінетін ферменттер қанға өтеді. Бұл анализді қан арқылы көре аламыз. Оларға креатин фосфокиназа және де тропониндер жатады. Креатин фосфокиназа бұл миокард инфаркт ауруынан басқа да бұлшықеттердің қандайда бір зақымдалуы болатын болса, сол кезде де көрсетілетін анализдердің бірі болып табылады. Ал тропониндер миокард инфаркт ауруында ең нақты диагностика. Тропонин бұлшықеттің жиырылуына қатысатын белок, оның 3 түрі бар: тропонин I, тропонин S, тропонин T деген. Миокард инфарктын анықтау үшін тропонин T және тропонин I мөлшерін қаннан зерттейді. Тропониннің мөлшері ауырсыну болғаннан 3-4 сағаттан кейін жоғарылайды. Қанда 1 аптада, кейде 10-15-20 күнге дейін созылады. Осыған қарап жүрек бұлшықетінің қаншалықты зақымдалғанын болжап айта аламыз. Тропонин I мен тропонин T-ді науқас стационарға түскен уақытта 4 сағаттан кейін, 8 сағаттан кейін, 8 және 12 тәулік ішінде күнде тексеріп отыру қажет. Себебі тромбтарды ерітетін тромболизистік емнің тиімділігін және олардың болжамдылығын анықтау үшін қажет. Миокард инфаркт ауруымен ауырған науқасқа алғашқы көмек көрсету. Жалпы бірінші науқасты тынышталдырыңыз, кеуде тұсындағы қысып тұрған киімдерін босатып, терезені ашып, таза ауа кіруіне жағдай жасаңыз. Артериялық қан қысымын өлшеңіз, тіл астынан нитроглицерин беріңіз, 15 минуттан кейін тағы беруге болады, бірақ 3 реттен көп емес. Изокет түрінде спрейді қолдансаңыз да болады. Артериялық қан қысымын төмен түсіп кеткенде нитроглицерин беруге болмайды. Жалпы аспирин беріп, шайнауын өтініп, тез арада жедел жәрдемді шақырыңыз. Баршаңызға соңында дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ауырмаңыздар. Каналымның дамуына атсалысып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған дәрігер-терапевт Әсел Алдиярқызы.